Адамзат игілігі үшін өмірге келген жасанды интеллект адам ақыл ойының ең биік жетістігінің бірі. Алайда оның да көлеңкелі тұсы бар. Бүгінгі таңда осындай технологиялық прогресті халықаралық террористік ұйымдар хаос пен үрей тудыратын қауіпті қаруға айналдырып отыр. Цифрлық кеңістікте олар миллиондаған адамның жеке деректерін жинайды. Әлеуметтік желілер арқылы жұрттың әлсіз тұсын аңдып, саптарына адам тартудың айла тәсілін жетілдіреді. Нейрондық желілер мен дауыстық генераторлар көмегімен кез келген адамның бет бейнесін видеоға салып, сөйлеу мәнерін айнытпай көшіре алады. Экрандағы бейне тірі адамдай, ал оның жалған екенін көпшілік ажырата алмайды. Жасанды интеллект алгоритмдері әлеуметтік желідегі жастардың мінез құлқын, қызығушылығын, психологиялық әлсіз тұстарын талдайды. Діни сенім, әлеуметтік әділетсіздік, өмірдегі қиындықтар секілді тақырыптарды қозғап, әр адамға жеке әсер ететін хабарламалар таратады. Зорлық-зомбылықты ақтайтын, радикал идеяларды насихаттайтын материалдарды бірнеше тілге аударып, әр елдің менталитетіне икемдеп қояды. Содырлар әсіресе жасөспірімдерді нысанаға алған. TikTok пен өзге де платформаларда тұзақ құрып қойған. Алдымен жанашыр дос ретінде байланыс орнатады. Сырын тыңдайды, қолдау көрсетеді, сеніміне кіреді. Ал уақыт өте сол қамқорлықтың өтеуін сұрайды. Көп жағдайда стратегиялық нысандарды суретке түсіруді өтінеді. Кейде виртуалды халифаттың зорлық пен өшпенділікке негізделген материалдарын дайындап, таратуды тапсырма етеді. Бұл жай ойын емес, бұл ауыр қылмыс. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Ал цифрлық әлемдегі бір ғана қате қадам тағдырды тас-талқан етуі мүмкін. Бейқам болма, ақпаратты сүз, жалған бейнеге сенбе. Себебі экранның ар жағында тұтас бір тұзақ тұруы мүмкін.